міне біз бүгін Айдахайға қараймыз. Айдахай енді ұзын. Ең өлшегем 50 сантиметр болды. Бұл Айдахай маған қатты ұнайды. Онымен ойнасаң керемет сезімдерге бөлінесің. Міне, енді оның қалай құралғанын көрсетейін. Бас жағынан бастаймыз. Басы 2017 жылғы тотемный жануардан алынған. Мына жерде бөлшектер өте көп. Сауыттар да көп. Мына жерде кішкентай денеден сендерге үшеу керек болады. Және мен мынау жасыл бөлшектерді чебасикатель деген набордан алғам. Бірақ сендер мұны умарак охотник деген набордан да аласыңдар. Міне, қалай жасалғанын көріп алыңдар. Аяқтары ұзын емес. Бұны сендер өздерің жетілдіре аласыңдар. Тек сендерге фантазия мен идеялар керек. Ал бұйылғанда қаншалықты бұйыла алады. Құйрығы үшкір нәрселерден жасалған сияқты болады, бірақ мына жерде бәрі жұмсақ. Мына жерде тағы да тырнақтар, үлкен сауыт, жаңадан сауыттар. Жарайды, осымен видеоны аяқтаймын. Және сендерге осы Айдахай ұнаса, онда лайк қойыңдар. Және осы видеоның астына 10 лайк жинайық. Сау болыңдар.